Тәуелсіздік алғалы бері қызу талқыланудың тақырыбына айналған мәселенің бірі тіл мәртебесі. Тілім болған қазақ тілінің бүгінгі жай-күйі мен өз елінде жүріп, өз тілінде сөйлеген үшін өгейлік көргендердің құқығы қалай қорғалған? Мәселенің мән-жайын тіл жанашыры саясаткер Дос Көшімнен сұрап көрдік. Егер біз кеңес үкіметінің шенінен шыққан 14 республикамен бәріміз салыстырсақ өзімізді, біз ең соңындамыз. Мемлекеттік тілімізді дамыту, мемлекеттік тілімізді қолдану жағынан ең соңындамыз. Оның ішіндегі ең өкініштісі қолдану жағы бізде өте нашар. Сондықтан бұл мәселе жақын арадағы бір 5-10 жылдардың ішінде шешілмесе, біздің ұлттық мәселемізде де үлкен бір апатты жағдайға келеміз. Мемлекеттік тілді білмейтіндер лауазымды қызметтерді атқарып, ел халқымен өзге тілде сөйлейтін көрінісіне көптің көзі үйренген. Мемлекеттік мекеме қызметкерлері құжаттарын орыс тілде ұсынуы да орыс тілінің әлі де басымдыққа ие болып отырғанын көрсетеді. Мысалы, Англияға, Германияға барсаңдар, банкінің қызметкері есіктен кірген уақытта сіздерге немісше сәлемдеседі. Ағылшындар ағылшынша сәлемдеседі, бізде орысша сәлемдеседі. Сен отырған уақытта сенің қолыңа, сен мысалы бір келісімшарт жасағың келсе банкпен, сізге әуелі орыс тіліндегі нұсқасын әкеліп береді. Саясаткер қазақ тілінің бүгінгі мүшкіл халін қайта қалыптастыру үшін орыс тілге басымдық беретін үкіметтегі шенеуніктерге жаза қолдану керегін айтады. Заңды дұрыстаған жоқпыз. Мемлекеттің қызметкерлері өздері сөйлемейді. Басшыларымыз президентімізге шейін орысша сөйлейді. Біздің заңымызда жауапкершілік, белгілі бір жаза деген сияқты нәрсе қарастырылмаған. Сондықтан олар ойларына келген істейді. Мемлекет ондайға жібермеу керек. Мемлекеттің міндеті белгілі бір заң аясында жұмыс жеткізу. Біз құқықтық мемлекет, бізде конституцияда жаздық қой. Бізде ол жөнінен заң жоқ ол жағынан. Себебі биліктің өзі орыс тілінен ажырап мемлекеттік тілді орнына келтіруге құлықты емес, ниетті емес мемлекеттің өзі. Сондықтан бір екіжүзділік бар да, заңымыз мемлекеттік қазақ тілі, қолданысты бәріміз білеміз. Орыс тілі, мысалы енді ертең, мынау заңымызда былай деп жазылыпты ғой, деп прокуратураға барасың ғой. Прокуратураның ішіне кірсең бәрі орыс тілінде жазылып отыр. Сонда анау прокурор не қарап отыр? Ол прокурор дүкенге барады, ол жерде орыс тіліндегі жазуды көреді. Прокурор неге айтпайды, кешіріңіз, мынау заңды бұзып жатсыз деп. Бәрі үйреніп кеткен. Бұл екіжүзділіктің шыңы бұл жер. Түсінік пе? Бәріміз білеміз, бірақ істемейміз. Бірақ халыққа кешірімді, мемлекеттік қызметкерлерге кешірімді емес. Олар себебі ол заңды ұстанатын солар, талап ететін солар мемлекеттік қызметкер. Егер олардың өзі талап етпесе не істейді? Ет сасса, тұз себеді. Тұз сасса, не себеміз? Биыл қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 31 жыл толды. Саясаткер осы ширек ғасырдан аса уақытта қазақ тіліне деген немқұрайлылық әлі жоғалмағанын айтады. Бізде демек бір ұлттық санамыз әлі ашылмаған сияқты да. Бізге тәуелсіздікті біреулер берген сияқты, тәуелсіздік үшін күреспеген сияқтымыз. Сондай бір менде қалады кейде бір, не дейді, көкейімде бір қыжыл қалады да. Не үшін біз тәуелсіздік үшін күрестік 90-шы жылдары? Біреуімізді жұмыстан шығарды, біреуіміз соттады. Енді көрмеген қорлығымыз жоқ, олақта тәуелсіздік алу үшін де күресу керек болды. Тәуелсіздік аспаннан түспейді еш уақытта. Соның бәрін не үшін жасадық? Әлі күнге дейін офифті айырамай отырсыздар. Қос қолдарымен ұстап. Сұрасаң, онда тұрған не бар дейді. Онда тәуелсіздіктің қажет жоқ еді ғой, күрес қажет жоқ, сол жүре берейік онда тұрған. Егер тамақ жейтін, киім киетін болса, онда біз есекпіз. Есекке де жоңышқаменен жақсы су ғой болды. Бірақ біз адамбыз ғой. Бізге тек жоңышқаменен су немесе жеген тамақ емес. Бізге сөзіміз керек, бізге ертегіміз керек, бізге өзіміздің мәдениетіміз керек, өзіміздің батырлар жыры керек деген сияқты. Бізге ұлттық, не дейміз, тәлім тәрбие, салт сана, осының бәрі біз деген сөз осыдан шығады ғой. Ал егер не кетсең, мен орыспын деп құжатында ауыстырды, орыс. Бірақ біз еш уақытта құжатын ауыстырмайды, ең қызығы. Орыс тілді қазақтар қайта бізбен соғысады, айқайласады, мен қазақпын деп. Ол да ұлтшылдық шығар менің ойымша. Қуанамыз ба, ренжиміз. Бірыңғай саяси ұлтты қалыптастыру жолында билік әзірше орыс тілінің пайдасына тістені байырылмай, желбуаз қостілділік синдромын сейілтер емес. Орыс тілділер өзінше жеке бір топ бізден жоғары сияқты болып көрінеді. Қазақ тіліндегі сөйлеген олар үшін төмен, не дейміз енді, ауылбай дейміз бе, енді әртүрлі мәмбет дейміз бе. Кейде сондай сөзді бір рет, осы мәмбет туралы сөзді маған біреу сұрады. Мен айттым, мәмбет болу үшін кем дегенде 3 тілді білуің керек, өте күшті. Себебі Геральд Белгер ағамыз мен қазақтың бірінші мәмбетімін деген мақаласы бар. Айтады, мен ауылдан шықтым. Бірақ ол неміс тілін жақсы біледі, орыс тілін, қазақ тілін аудармашы, сен әуелі мәмбет бола алмайсың.
Сондықтан мен Мәмбет деген сөзге мен мақтанамын. Мен Мәмбетпін, ал сен Мәмбет болмай, сен бір-ақ тілді білесің. Мен 3 тіл білемін. Мен қазақ тілін білемін, орыс тілін білемін, араб тілін білемін. Мен сендерден жоғарымын. Сондықтан Мәмбет деген сөзге мақтанайық деп. Қысқасы, өзі қазақ тілін білмеген топ өзін сақтау үшін басқалары төмендетті. Біз соны төмен деп есептемеуіміз керек те өзімізді. Біз 2 тіл білеміз. Қазақ тілдердің көбісі 99% қос тілдіміз, билингв дейді. Ал орыс тілдердің көбісі монолингв, бір тілдер. Олар бізден төмен егер бүйтіп салыстырып қарасақ, енді адам төмендетуге болмай, тілді білу жағынан олар бізден төмен. Сондықтан біз көкірегімізді керіп қазақша сөйлеп жүруіміз керек те. Бірақ бізге орысша сөйлеп, сендер неге орысша білмейсіңдер деген уақытта, онда орыс тілінің бізден бір бөлек қасиеті бар сияқты жоқ. Тілдердің бәрі бірдей. Біздің тек бірақ қасиет демей қойып, бізде статусымыз бар, біз мемлекеттік тіліміз, қазақ тілі. Ол басқа. Ол артықшылық. Ол бірақ міндет. Сондықтан өздері білмейтіндер басқаларды жамандайды, төмендетеді. Оған пысқырмау керек те, оған бола сен төмен болып қалмайсың, қайта сен ол жоғарылығың олардан. Мен өзім орыс тілді, қазақ тілді деп сөйлеймін, орыс қазақ деп сөйлемеймін. Орыс тілді деген уақытта оның ішінде 3 миллион қазақ бар. Қазақ тілді деген оның ішінде 100 мыңдаған басқа ұлт өкілдері бар да. Сондықтан тілді ұлттық мәселемен араластырмау керек, ұлттық мәселеге айналдырмауға тырысу керек та. Бұл саяси ұстаным болу керек Қазақстанда. Сондықтан кез келген адам, әрине орыс тілі, әсіресе славян түріндегі адамдардың қазақша сөйлеген уақытта біз әлі күнге дейін бір ыңғайсыз не етіп қараймыз да, бір тосын сияқты, жағдай сияқты қараймыз. Ал Францияда 500-дей ұлт өкілдері тұрады Францияда. Африкалықтар бар, бұрынғы отар болған Францияның, Марокко, Тунис, Алжир. Солардың бәрі француз сөйлейді, оларға ешкім ауыздар ашылып қарамайды. Неге? Бұл қалыпты жағдай. Сол елдің мемлекет тілінде сөйлеген қалыпты жағдайда. Біз соған келуіміз керек әңгіме. Қай тілде сөйлеп жатыр оғанбыз. Мысалы, қазақтар орысша сөйлесе ешкім таң қалмайды ғой. Мынау орысша сөйлеп жатыр деп саусағын көрсетпейді ешкім. Біз сондайға келуіміз керек. Бізде аз болғаннан кейін бар, ол бір аспаннан түскен адамдар сияқты. Жақсы орыстар бар, қазақ тілін жақсы білетін. Біз соған үйренуіміз керек. Бұл қалыпты жағдайға келу керек. Себебі осы мемлекеттің азаматтары ол өзінің тілі. Мен кейде аудиторияға келіп айтамын, қазақ тілі кімнің тілі десем, бәрі шот қазақтардың деп айтамын, жоқ. Егер Қазақстан азаматы болсаңдар, бұл сендердің тілдерің. Деп бастайды сосын әңгімені. Сондықтан міндетті түрде бұған таң қалатын жағдай болмау керек. Бізде әлі бар, өкінішке орай. Себебі орыс тілдер әлі күнге дейін 30 жылдың ішінде мемлекеттік тілді үйрене қойған жоқ. Тіл шұбарлығы ұлтқа төнген қауіп екендігі талай жылдан бері айтылып келеді, алайда бұл мәселе әлі маңыздылыққа ие бола қойған жоқ. Әсте тіл тазалығына қатысты дүниелер заңмен ғана реттелсе керекті. Енді тіл білімінде оны макаронический речь дейді, араластырып сөйлейтін. Вкрапление дейді кей уақыттарда, ондай бізде бар. Бұны тіл білімінде интеркаляция дейді. Өз тілінде сөйлегенде басқа тілді, басқа ұлттың тілін араластыруды. Интеркаляция бізде өте көп бар. Керек десеңдер ең таза сөйлейміз дегенде де зубной паста бар ма, паровое отопление қосылды ма деген сияқты бәрін қоса береміз де біз. Қазақ тілінде толық жақсы сөйлей алу талапты. Мен шындығында да оқыған адамдарға, мемлекет басшыларына, саясаткерлерге қояр едім. Барлық қарапайым адамдарға оны қоя алмайсың да. Бұл әр уақыттарда бұл атала сөздер болып жүреді. Шамасы келгенше ұстауға тырысу керек әрине. Бірақ мысалы Шымкент жақта өзбек тілінің әсері бар. Жұмыртқаны, мысалы, тұқым деуі мүмкін. Бұрышты келімдері деуі мүмкін. Қысқасы, әртүрлі жердегі диалектика, қасындағы көрші елдердің әсері міндетті түрде болып тұрады. Бұл тілдің жанды организм екенінің бір белгісі де. Бірақ жаңағыдай нақты бір талап етілетін топ болады. Не болмаса адамдардың тобы болады. Бұл әсіресе халықтың алдына шығатын адамдар. Олар әрине, егер араластырып сөйлесе, бір-екі сөз кетуі мүмкін, бірақ ол макаронический речьпен сөйлесе, ол күлкілі болады, масқара болады, ұят болады. Орыс тілді азаматтардың қазақтың ең үйреніп жүргеніне еш уақытта күлмеңдер. Олар күлсең тоқтап қалады, ұялып қалады, ыңғайсызданып қалады. Сондықтан ең үйреніп жүрген адамдар, шала шарпып жүрген адамдар, әйтеуір қазақ тілінде 2 ауыз сөз сөйлегісі келген адамдарға мен жақсы көз қараймын. Керек десеңіздер, бізде бұрын министр болған Каракузова деген апайымыз бар ғой. Сол сөйлеген уақытта бәрі күледі, бір өзінің сөзі бар екен ғой, бәріміз бір ыңғайсызданамыз. Мен күлгім келмейді да. Өйткені ол Каракузованы мен жақсы білемін, ол келіп кезінде менің партиямда жұмыс істеген, Москвадан келген уақытта докторлығын қорғап. Енді ол орыс тілді өсті ғой. Бірақ жаңағыны айтуы бұның ниеті. Ниеті дұрыс.
Ал оған күлдің ба, тоқтап қалады ғой. Мен айтсам, бірденен таза қазақ тілін сөйлеп үйреніп ала алмайды ғой адам. Ол белгілі бір процесс, белгілі бір уақытты талап етеді. Сондықтан біз оларға бір жақсы көзқараспен қараймыз. Мен өзім мысалы шала қазақ деген сөзді еш уақытта айтпаймын. Өйткені ертең ол шала қазақ нағыз қазақ болады. Бір жылдан кейін. Қайта нағыз қазақ бір жылдан кейін орыс тілдердің арасында көп араласып шала қазақ болады шығар. Сондықтан шала қазақ деген де бір қорлау сияқты, қазақты бөлу сияқты көрінеді. Мен айтамын, оны қазақ тілін енді үйреніп жүрген қазақ деймін. Бүгінге дейін қостілділік жағдайы, қазақ тілінің даму, қолданылу жайы күн тәртібінен түспей келеді. Осы тұрғыда саясаткер тіл туралы заңға қаталдық керектігін айтады. Мысалы, қазір тек қана біздің заңымызда екі-ақ мен білетін, енді мүмкін басқа да шығар. Бірінші, бізге мемлекеттік тілді білу талабы президентте бар, Конституцияда. Екінші, транспорт қызметкерлерінің халықпен тікелей жұмыс істейтіндерінде бар. Екі ғана бапты білемін. Мен таң қаламын, неліктен? Барлығына ондай талап болу керек. Жалпы мүмкін заңдандырудың қажеті жоқ шығар. Қажеттілік заң арқылы да жасаған уақытта амал жоқ, біз сондай талаптар қоямыз. Мысалы, неліктен парламент мемлекеттік тілді білу міндетті болмайды? Ол не дейді? Өзін өзі ол түсінікті, оны аксиома дейді ғой. Ол жерін дәлдеп жатудың қажеті жоқ. Сондықтан біз егер соны заңға кіргіземізсек, мен толық білем, шетелде халықаралық ұйымдар түсінбейді. Не деген ақымақтық жасап жатқандарын. Өйткені оларда ол онсыз да болу керек та. Біз адам аузымен тамақ ішеді деген заңға жазайын деп отырмыз. Мысалы, егер мен талап етсем, жазуға болмайды сияқты. Бірақ жағдайымыз соған келіп отыр. Ертең әрине біз талап етеміз. Парламенттің адамдары білу керек, әкімдер міндетті түрде білу керек, министрлер, бізде министрлер бар, білмейтін, әкімдер бар. Біз осыны амал жоқ заңға кіргіземіз де, соны халықаралық ұйымдар, шетелдер таң қалады бізге. Сендерді адам құқығын бұзып жатсыңдар ғой, неге кіргізесіңдер деп. Бірақ өмір осылай, біздің жағдайымыз бөлек. Орыс тілі өтіп кеткен, біз амал жоқ кейде заңдарды кірістіреміз, кейде талап етеміз, сөйтіп өзгертуіміз керек та. Егер өзгертпесек, осы уақытпен бара жатсақ, әрі қарап, мен өте қорқамын. Себебі қазір қазақтың көбейгенінен басқа жақсы өзгеріс жоқ. Заң баяғы, Совет үкіметі кезіндегі 89-лық заң. Басқалары 4 рет өзгертті. Біз әлі өзгертпей отырмыз. Бүкіл мемлекеттік қызметкерлер шенеуніктер орыс тілді. Орыс тілін білмейтін бір министр тауып беріңдерші маған. Не болмаса декан болмаса, орыс тілін білмейтін бір декан тауып беріңдерші. Жоқ. Орыс тілінсіз күн жоқ дегенге жеттік. Осыны 180 градусқа ауыстыру, қазақ тілінсіз күні жоқ. Қазақ тілінсіз жұмыс істей алмайтын жағдайға ауыстыру, бұл үлкен жұмыс талап етеді. Бұл енді көп уақыт демей-ақ қояйын, егер біз бүкіл халық болып қол салса, оны бір 5-10 жылдың ішінде өзгертуімізге болады. Бірақ соған халық дайын ба? Тәуелсіздік алғалы 30 жылға жуық уақыт өтсе де, қазақ тілінің қадірі артпай отыр. Тіл мәселесінің халық арасындағы дәрежесін білу үшін Алматы көшелерінің біріне шықтық. Қала тұрғындары орыс тілінің басымдыққа ие екенін алға тартып, қазақ тілінің тағдырын тәлкіге салмау керегін айтады. Мен өзім негізі нацист емеспін. Мен просто егер Қазақстандасың ба, қазақша сөйле деген ұранға мен келсем, просто депутаттарды мен вообще сыйламаймын адам сияқты. Өйткені олар бір қой бағып келген ба, или бір жерден келген ба, папасын 10 жылқысын беріп жұмысқа кіріп алған ба, сондай деп ойлаймын. Өте сауатсыз депутаттар деп ойлаймын. Депутаттар отырған қазір сауатсыз, өзімен өзі деп отырады, ұйықтап отырады, біреу бір нәрсе істеп отырады. Неге осы біздің қазақ елімізде қазақ тіліне деген құрметтілігі жоқ? Көз жерге барғанда да орыс тілін сұрайды бәріне, орысша сөйле деп сұрақ қояды бізге. Біз оны орысша сөйлеп өзімізді қинаймыз, қазақ тілін құрметтемейміз, және орысша сөйлегенге, қазақша сөйлегенге ұяламыз. Неліктен олай? Каспий банкқа барғанда да, басқа жерлерге барғанда да, мекемеге хаттама толтырғанда да орысша, көбінде орысша сұрақтар, орысша нелер келеді. Біз оған қазақша сұрасақ, бізге наоборот орысшасын берсін деп сұрады, не қылады, орысша береміз деп айтады да. Негізінде олай дұрыс емес, қазақ тілін құрметтеу керек. Қазақ тілін құрметтеу керек. Қазақ тілін сөйлеуден ұялмау керек. Және орысша болған жерлерден қазақ тілін талап ету керек, ұялмай. Мысалға, мәдениет орталығы, мысалға, Алматының өзінде «Здрасте» деп бастайды әңгімені. Қай жерге барсаң да «Здрасте» дейді. Мысалы, «Ассалаумағалейкум» деп амандаспайды. «Қайырлы күн, сәлематсыз ба» деген өте сирек кездеседі. Енді біріншіден, ең бастысы, әр адам өзінен бастау керек деп ойлаймын, ең бастысы. Екіншісі, енді сол мемлекеттік тілімізді, қазақ тілін жерден жергілікті жаңағы орталықтар болсын, банк болсын, жаңағы социалды жаңағы мемлекеттік органдары болсын, бар жерден жаңағы қазақша сөйлеу ең бастысы, амандасу,
не деуге болады енді сол тілден бастау керек, сөйлеу керек, ең бастысы амандасып, соны жаңа здрасте деген әңгімелерді қойса, кішкене қысқартса деген сондай не болса жаман емес, содан бастасақ та жаман емес болатын болар деген. Тәрбие үйден басталады. Біріншіден сол не болғанда да қазақ тілі мен тәрбиелеп, өзіміздің мемлекеттік тілде, әрине бала-шағамызды ең бастысы үйден қазақша тілмен тәрбиелеп, сыртта енді мысалға бір ағамыз айтып кеткендей, 3-ші сыныпқа дейін қазақша оқу тәрбиелену керек. Әрбір бала қазақстандық. Енді қай ұлт болсын, орыс, кореец, қазағымыз өзі болсын, әрине қазақша тілмен тәрбиелену керек. Кейбір мысалға жаңағы халыққа қызмет орталығы, мысалға сол жерде де кейде көбінесе ең бастысы бір жаңағы құжаттар сұрасаң, орысша тілде болмаса орысша позициямен береді, орысшамен жаңа жазып беріңізші деп. Енді онысы жасыратыны жоқ. Алматыда тұрып отырғасын ба, мысалға мүмкін сол енді кезінде кеңес одағы қызметінің беріп кеткен, салып кеткен жаңағы әлі сол системасы таралмай жатқан болар. Орысша, енді кейде өзімізде орысша сөйлеп кетеміз, жасыратыны жоқ, бірақ енді қазір шүкір деп ойлаймын, бірақ әлде де өзгерістер керек қазақша жағынан. Айжан Бүркітбаева, Айша Исатай, Бифат Елтаева, арнайы Жас Алаш үшін.